бір қалада ескі мұнара болған. Айтуларынша, егер кешке күн батып бара жатқанда сол мұнараның жалғыз бүтін терезесіне қарасаң, оның ішінен басқа бір қаланы көруге болады екен. Ол қаладағының бәрі алтыннан жасалған. Тағы да айтады, сол терезе арқылы алтын қалаға өтуге болады. Бірақ бір алтын затты алып, тұрғындары ұстап алмай тұрып, тез кері шығу керек. Егер ұстап алса, сені тірідей алтын табытқа салып көміп тастайды. Бір күні бір бала кешкісін сол мұнараның жанынан өтіп бара жатып, терезеден жарқыраған жарықты көреді. Ол жақындап ішіне қарайды және алтын қаланы көреді. Үйлердің қабырғалары, шатырлары бәрі алтыннан жасалған. Ал терезенің жанында кішкентай қыз алтын құймаларды қарапайым тас сияқты ойнап отыр. Басқа ешкім жоқ. Бала тез терезеге өрмелеп кіріп, төменге секіреді. Қызға жүгіріп барып, екі алтын құйманы ұстап алады. Сосын дереу кері қарай жүгіреді. Бірақ терезеге қайта шыққанда өз қаласы жоқ болып кеткен еді. Бала баяу артына қарайды. Қыз оған қарап тұр. «Сен қайта алмайсың», деді қыз. Бұл жаққа келгендердің еш қайсысы қайтпаған. Бала жерге түсіп кетті. «Онда мені алтын табытқа саласыңдар ма?» Қыз үндемей басын изеді. Неге бұлай істейсіңдер? Алтындарыңды қызғанасыңдар ма? Мен бәрін қайтарып беремін. Міне, алыңдар. Жоқ, мәселе алтында емес, деді қыз. Сен өлі қаладан келдің. Сен өзің де өлгенсің. Өлген адам тірілердің арасында жүрмейді. Бірақ мен тірімін. Жоқ, сен өлгенсің. Қолыңа қара. Бала баяу қолына қарады. Бұл өлі адамның қолдары еді. Ол қатты қорқып жылай бастады. Сол кезде алтын үйлерден адамдар шыға бастады. Олар үнсіз баланы қарап тұрды. Ал екеуі алтын табыт көтеріп келе жатты. Өкінішті, сен өлгенсің. Әйтпесе, біз сенімен ойнайтын едік. Жоқ, мен тірімін. Маған тек қайту керек. Жіберіңдер мені. Бірақ ешкім тыңдамады. Олар баланы ұстап алды. Алтын табытқа салды. Және қақпағын алтын шегелермен мықтап жапты.